Достарым, қайырлы күн болсын. Аптаның әр күні сәттілікке толы болсын. Біздің алар бағамыз бүгін кілең бестік болсын. Дәптер. Келесі тапсырмаларды менімен бірге орында. Открой тетрадь и выполни следующее задание вместе со мной. 19 ақпан сынып жұмысы. Суретке айтасың. Бірінші бұл ай. Біздің бүгінгі тақырыбымыз тігінші мен ай мультфильмі. Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты тыңдау және көру материалдарындағы оқиғаларды түсіну және сипаттау. Бірінші тапсырма сөздік пен жұмыс. Сөздік дәптеріңді ашып, келесі сөздерді жаз, жатта және қайтала. Ерте, ерте, ертеде. Давным-давно. Тікті. Шил. Күн сайын. Каждый день. Үлкейді. Увеличивался. Ренжіді. Обиделась. Саран. Скупой. Тапқыр. Остроумный. Тағы бір рет қайталап көрейік. Ерте, ерте, ертеде. Тікті. Күн сайын. Үлкейді. Ренжіді. Саран. Тапқыр. Келесі тапсырма мәтінмен жұмыс. Мәтінді оқимыз және аударамыз. Ай кішкентай болды. Месяц был маленький. Тігінші айға көйлек тікті. Портной шила платье месяцу. Ай күн сайын үлкейді. Месяц с каждым днем увеличивался. Ай көйлекті киді. Месяц одела платье. Көйлек айға кішкентай болды. Платье было маленьким. Ай ренжіді. Месяц обиделась. Тігінші мен ай маған ұнады. Мультфильм про портного и месяца мне понравился. Мәтін бойынша жұмыс. На эти вопросы мы отвечаем устно. Ай қандай болды? Месяц каким был? Тігінші не істеді? Что сделал портной? Ай не істеді? А что сделал месяц? Бұл сұрақтарға ауызша жауап береміз. Келесі, екінші тапсырма жазбаша орындалады. Второе задание мы выполняем письменно в тетради. Вместо нужно дополнить предложение. Кішкентай болды. Что? Был маленьким. Тігінші айға не істеді? Үшінші сөйлем. Ай қандай болды? Төртінші сөйлем. Ай нені киді? Бесінші сөйлем. Көйлек айға қандай болды? Ай тігіншіге не істеді? Что сделал месяц? Келесі сұрақтарға ауызша жауап бер. Осымен сабағымызды қорытындылаймыз. Ай қандай болды? Тігінші не істеді? Ай күн сайын қандай болды? Ай нені киді? Көйлек айға қандай болды? Ай не істеді? Екінші бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қызық ертегі деп аталады. Қызық
Интересный. Ертегі сказка. Интересная сказка. Суретте Алдаркөсе бай бейнеленген. Мәтінге назар аудар. Саранбай Алдаркөсеге 10 тақия тіктеді. Тақия – это тюбетейка. Скупой бай попросил Алдара, чтобы он ему 10 тюбетеек. Алдаркөсе 10 тақия тікті. Алдаркөсе шил 10 тюбетейк. Бай тақияларды киді. Бай одел тюбетейки. Тақия байдың басына кішкентай болды. Тюбетейки оказались маленькими. Бай ренжіді. Бай обиделся. Бай саран. Бай скупой. Алдаркөсе тапқыр. Алдаркөсе остроумный. Сұрақтарға жауап жаз. Это письменное задание. Саранбай не деді? Что сказал скупой бай? Алдаркөсе не істеді? Что сделал Алдаркөсе? Тақиялар қандай? Тюбетейки какие? Бай не істеді? Что сделал бай? Алдаркөсе қандай? Алдаркөсе тапқыр. Бай қандай? Бай саран. Осымен екі сабағымызды қорытындылап, сөз жұмбақты шешуге тырысайық. Сіздердің алдарыңызда 6 сөз берілген. Осы сөздерді қазақша аударып көр. Подведем итоги урока. Ответьте на эти вопросы письменно. Нужно разгадать кроссворд. Обиделся. Қазақша. Скупой. Тюбетейка. Платье. Портной или швея. Маленький. Осы тапсырманы жазбаша орындаймыз. Выполняем это задание письменно. Тапсырмаларыңыз. Кітаптың 51-ші бетінде 3-ші тапсырма, немесе 3-ші жұмыс дәптерінде 14-ші, 15-ші сабақ. Ваше домашнее задание. Если у вас есть 3-я рабочая тетрадь, то вы выполняете 14 и 15 урок. Если у вас нет 3-й рабочей тетради, большой красной, то вы выполняете в учебнике страницу 51, 3-е задание. Там нужно будет дополнить предложением. Егер де сабақ бойынша сұрақтарыңыз болмаса, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.